ақын Жұмекен Нәжімединовке арналған, жырда жазған, кенде қазған Жұмекен атты әдеби эстафетаны Алматы облысы кәсіподақтар бірлестігінен қабылдап алып, ақынның «Ана» атты өлеңін ұсынамыз. Бесікте ана, бесікте бала, бірі тербеледі, бірі тербетеді. Бал бөбек бұлдыр өсіп келеді, анаға жалғыз сол да жетеді. Тербейді ана, қуанышты бақытты, тербейді ана, аналық өз намысын. Тербейді ана, уақытты, бүкіл әлем, бір-ақ бесік анышын. Ана, қайран ана, тербейді ана, әлемдегі күлкіні, нұр себеді аналардың кірпігі, ұйқыға да ояуға. Дайын тұр ол біреу үшін жылауға, дайын тұр ол аяуға. Тербейді ана бөбегін, сол арқылы тербетеді ол өзелін, құмын, тауын, өзенін. Тербейді ана көлеңкені шуақты, планетаның алақаны сияқты. Эстафетаны жалғастыру үшін Жамбыл облысы кәсіподақтар бірлестігіне жолдаймыз.